Күндеріңіз сәтті, берекелі өтсін. Мектептегі осындай дәмді пирожкилерді үйде жасаймыз. Бізде өте сәтті, бір жасағаннан шығады. Мінекей бізде жұмсақ болып тұрады. Және де осындай жұқа болып шығады. Ыдысымызға жылы суымызды және де жылы сүтімізді құйып аламыз. Және де сұйық май қосамыз. Шай қасықпен ас тұзын қосамыз. Және де дрожжымызды қосамыз. Араластырамыз. Електен өткізіп алынған ұнымызды салып, қамырымызды жұмсақ етіп илейміз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда көптеген пайдалы, оңай рецепттерді таба аласыздар. Каналға кіріп көріңіздер. Және де тіркелген кезде қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды алғашқылардың бірі болып көресіздер. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Үстінен жауып, жылы затымызбен көтерілгенше қоямыз. Картошкаларымызды осылай майда етіп турап аламыз. Жуып болғаннан соң отымызға қойып пісіріп аламыз. Картошкамыз пісейін дегенше бір дана пиязымызды майдалап тураймыз. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, кішкене қолдау білдіріп кетсеңіздер. Осылай пиязымызды майдалап тураймыз. Және де дәміне қарай осылай аскөктерді қосуға болады. Аскөгімізді осылай майдалап тураймыз. Бізде қамырымыз көтеріліп шықты. Ал енді түсіріп аламыз. Ұнымызды сеуіп, бөліктерге бөліп аламыз. Осылай майда бөліктерге бөлеміз. Және де осы бөліп алған қамырларымызды домалақтап шығамыз. Кішкене зуала етіп, қолымызбен жинақтаймыз. Ал енді осы домалақтарымызды саусақтарымыздың ұшымен осылай жайып аламыз. Үстінен басып отырып, осылай жаямыз. Біздің картошкамыз пісіп шықты. Дәміне қарай ас тұзын, қара бұрышты қосамыз. Және де дайындап алған пияздарымызбен аскөгімізді қосамыз. Барлығын бірге езіп алатын боламыз. Бір ас қасықтан осылай салмамызды салып аламыз. Және де осылай ұшыштарынан біріктіріп аламыз. Келесі бетіне аударып, осылай саусақтарымызбен жайып шығамыз. Қызып тұрған майымызды пісіріп аламыз. Келесі бетіне аударамыз. Ал бізде пісіп шықты. Енді майымыздан алып, келесі пирожкилерімізді салып пісіреміз. Екі бетін қызартып, осылай пісіріп аламыз.
Өте жұмсақ, дәмді болып шығатын пирожкилеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.